أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Assalamu алейкум, құрметті жамағат. Алла тағала алыстан, жақыннан басып келген қадамдарымыздан Алла тағала сауаптан жазсын иншалла. Алла тағала қиямет күні дәрежелеріміз жоғарыдан болуымызды баршамызға нәсіп қылсын. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала өзінің үш топтағы құлдарына разы болған жайында баян етеді. Олар бұл дүниеде Алланың дінін, хақ дінін жеткізудегі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға өмірінде ергендер, пайғамбарымыздың соңынан ергендер, пайғамбарымыздың осы хақ дін исламды жаюда көмектескендер жайында Алла тағала қасиетті Құран кәрімде баян етеді. Олардың ең біріншісі мұхажирлер, яғни Меккеден Мединаға Алла елшісімен бірге хақ дінді жаю барысында қоныс аударған кісілер. Ал екіншісі аңсарлар. Сол Меккеден Мәдина қаласына дінді жаю барысында келген кісілерге барынша тұрмыс жағдайда болсын, рухани жағдайда болсын, барынша қол ұшын беріп көмектескен кісілерді аңсарлар дейміз. Және де үшінші топтағы адам ол қияметке дейін жалғасады. Ол ізгілікте хақ дінді жаю барысында Алла елшісінің біздерге аманат қылған дінін қиянат қылмастан келесі ұрпаққа барынша жеткізудегі, пайғамбарымызға кез келген Алла әмір еткен амалдарда пайғамбарымыздың соңынан ерген кісілер, яғни қияметке дейін ізгілікте пайғамбарымыздың соңынан ерген кісілер. Міне осы үш топтағы кісілерді қасиетті Құран кәрімде Алла тағала радиаллаху анху ва раду ан дейді. Алла тағала олардан разы болды және олар Алладан разы болды дейді. Міне құрметті бауырлар, біздер мұхажирлерден бола алмаймыз. Ол уақыт өтті, кетті. Біздер аңсарлардан да бола алмаймыз. Бірақ біздер осы үшінші топтағы, қияметке дейінгі жалғасатын топтағы Алла разы болған кісілердің қатарынан болуымызға әр қайсымыздың шамамыз жетеді, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз біздерге жеткізген хақ дінді және де қияметке дейін жалғасу үшін барымызша қолымыздан келетін әрекеттерді жасау, ол біздерге мойнымызға аманат қылды. Алла елшісі бұл дінді біздерге аманат қылды, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде дін деген ол насихат дейді. Яғни дін дегеніміз ол насихат. Қасиетті Құран кәрімде Али Имран сүресінде Алла тағала барша құлдарына былай деп ескертеді: сендердің араларыңда мынандай жамағат болсын дейді. Олар өзгелерді, басқаларды, өзінің дін бауырларын жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйсын. Осылай істеген жағдайда олар мақсатына жетеді деп Алла тағала барша құлдарына ескертеді. Екі жаһан сардары пайғамбарымыз Алла елшісі бір хадисінде кім жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыятын болса, ол адам жер бетіндегі Алланың кітабы мен және де Алланың елшісінің халифасы деген. Келесі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: сендер дейді қандай да бір қоғамда
қандай да бір жаманшылықты көрсеңдер, оны қолымен тоқтатуға әрекет жасаңдар. Оған шамаларың жетпесе, тілдеріңмен тоқтатуға әрекет жасаңдар. Ал енді оған да шамаларың жетпесе, жүректеріңмен жеп көріңдер дейді. Бұл жерде жүректеріңмен жеп көріңдер деген кезде, ол жаманшылықты жасап атқан кісіні емес, сол кісі жасап атқан күнә амалды жүректеріңмен жеп көріңдер дейді пайғамбарымыз. Міне құрметті бауырлар, бұл ислам діні біздерге оңайшылықпен келген жоқ. Бұл ислам діні пайғамбарымыздың қаншалықты қиыншылық күндерімен, және де пайғамбарымыздың соңынан ерген әс-сахабалардың қиыншылығымен ислам діні біздерге жетті. Ислам діні біздерге аманат болды, құрметті бауырлар. Және де осы аманатты біз өзімізден кейінгі келетін ұрпаққа ешбір өзгеріске ұшыратпастан дұрысынан жеткізу біздің мойнымыздағы міндет. Біз пайғамбарымыздың үмметі, пайғамбарымыз біздерге өсиет еткендей, осы исламды ары қарай жеткізу барысында ең үлкен жолдарының бірі жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю әрбір мұсылман баласы үшін мойнына міндет болып есептеледі. Оның сауабы жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіретті Али радиаллаху анхуды бір исламды жайылу барысындағы бір ғазауат соғыстардың бірінде әмірші қылып тағайындап тұрып, Хазіретті Алиге пайғамбарымыз былай дейді: «Я Али, сен жаумен соғысқаннан бұрын оларды исламға, яғни Алладан келген хақ дінге уағызда, оларды исламға шақыр» дейді. Ал егер олар ислам дінін қабылдайтын болса, қияметтегі жағдайы бір Алла білуші. Ал сен үшін қандай да бір сенің септігіңнен бір адам жақсылыққа бет бұратын болса, сен үшін жер беті толған қызыл түйеден де артық сауап болып есептеледі дейді. Себебі ислам тарих беттеріне көз жүгіртетін болсақ, сол уақытта пайғамбарымыздың заманында арабтарда қызыл түйе деген өте бір мәртебелі жаңағы жануар болып есептелген. Сондай жер беті толған қызыл түйеден де артық сауап болып есептеледі деп пайғамбарымыз Хазіретті Алиге өсиет етеді, құрметті жамағат. Ал енді құрметті жамағат, Алланың діні пайғамбарымыз біздерге, пайғамбарымыздың соңынан ерген сахабалар ешбір өзгеріссіз біздерге жеткізіп берді. Келесі ұрпаққа да біздер дәл солай аманат қылып жеткізуіміз керек. Біз қай жерде болмасын, қай жерде жүрмейік, барынша осы ислам дінін дұрыс уағыздап, насихаттап жүруіміз керек. Бүгінде өкінішке орай, бұқаралық ақпараттан, хабарлардан көріп отырамыз. Интернет желілерінен де көріп отырамыз. Неше түрлі қоғамда Алла тағала тыйым салынған амалдар көбейіп бара жатыр. Алла тағаланың қаһары біздерге жақын. Себебі пайғамбарымыз айтады, қандай да бір қоғамда бүлік алып, жаманшылық кеңінен етек алатын болса, және де соны көре біле тұра соны тоқтатуға әрекет жасамаған жаны жайсаң мұсылмандар болса, ол қоғамға Алла тағала өзінің қаһарын, азабын жібереді. Және де сол жаманшылықты жасаған кісілермен бірге соны тоқтатуға, соны доғаруға әрекет жасалмаған сол мұсылмандарда дәл солай азапталатын болады деп пайғамбарымыз біздерге өсиет етеді. Міне құрметті бауырлар, бұл дін аманат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мешітінде құтпа оқып тұрған кезде сырттан бір сахабасы кеп пайғамбарымыздан сұрайды: «Я Расулуллах, исламдағы ең жақсы амал қандай?» деп сұрағанда, пайғамбарымыз ол кісіге жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю дейді.
Міне біз осы пайғамбарымыздың хадистерінен аңғарамыз. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю әрбір мұсылман баласы үшін мойнымызға міндет. Біздер мұсылмандар, ер азаматтар, біздерге Алла тағала қасиетті Құран кәрімде былай деп ескертеді: өздеріңді дейді, яғни өзімізді, және де өздеріңнің отбасыларыңды дейді, бала шағаларыңды отыны тастар мен адамдардан болған тозақ отынан құтқарыңдар дейді. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала біздерге осылай ескертеді. Біз отыны тастар мен адамдардан болған тозақ отынан өзіміздің отбасымызды және де көршімізді, қалған тума туыстарымызды қалай құтқарамыз, құрметті бауырлар? Оның бірақ қана жолы бар. Алла тағаланың хақ дініне жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю арқылы. Және де осы жолда біздер пайғамбарымыздың өмірін өнеге алуымыз керек. Пайғамбарымыз ислам дініне қаншама дұшпандық жасаған дін дұшпандары мүшриктерін қалай уағыздады, ол қалай жақсылыққа шақырғанын біз соны өзімізге негізге ала отырып, өзіміздің туған туыстарымызды шақыруымыз керек. Пайғамбарымыз бұл ислам дінінің жайылу барысында ешкімге жаманшылық тілемеген. Ислам тарих беттерінен көреміз, пайғамбарымыз сонау Таиф елді мекеніне, Таиф тұрғындарына Алладан келген хақ дінді жеткізуге барған уақытта, сол елдің тұрғындары пайғамбарымызды қолына түскен заттармен, тастармен пайғамбарымызды сабап, Таиф қаласынан қуып шығады. Пайғамбарымыздың мүбәрак денесінен қан ағады, пайғамбарымыздың басы жарылады. Сол уақытта пайғамбарымызға періштелер келеді: «Я Алланың елшісі, егер сен қаласаң, Таиф қаласы таулардың ортасында орналасқан мекен, егер сен қаласаң, мына Таиф қаласын, мына тауларды біз алып қосамыз бір-біріне. Таиф қаласы бала шағасымен бірге, мал қорасымен бірге жер бетінен жоқ болады» дейді. Егер сен қаласаң деп пайғамбарымыздан періштелер келіп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алладан дұға қылады: «Я Раббым Алла, осы елді мекеннің тұрғындарының жүрегіне иман бер, осы елді мекеннің тұрғындарынан ғұлама ғалымдар шығар» деп пайғамбарымыз Алла тағаладан дұға етеді. Және де пайғамбарымыздың дұғасы қабыл болып, сол жерден үлкен-үлкен ғалымдар шығады. Міне құрметті бауырлар, біздерге пайғамбарымыздың өмірі әрбір мұсылман үшін өзінің өмірінің соңына дейін жететін ғибратты оқиғаларға өте толы. Біз кез келген мәселеде пайғамбарымыздың өмірінен үлгі алуымыз керек. Және де біз осы ислам дінін өзге адамдарға түсіндіру барысында да пайғамбарымыз қалай жасағанын, қалай уағыз насихаттағанын, ислам дінін қалай жайғанын жайында барынша мәліметті әр қайсымыз білуіміз керек, құрметті бауырлар. Себебі бұл Алладан келген дінді өзгелерге жеткізу ол бір тек қана дін қызметкерлерінің міндеттері емес, құрметті бауырлар. Ол әрбір мұсылманның міндеті. Әрбір ер азамат өзінің үйінде бала шағасымен бірге отқанда, кешкі аста отқанда, таңғы аста отқанда барынша исламның негіздерімен рухани уағыз насихат жүргізіп отыру әрбір ер азаматтың міндеті біздердің. Олай етпеген жағдайда қазір қоғамда көріп жатырмыз, құрметті жамағат. Қаншама қарагөз қыздарымыздың, қарындастарымыздың бұзылып кеткенін, қаншама өзіміздің дін бауырларымыздың, туған туыстарымыздың Алла тағала тыйым салынған жаман жолдарда жүріп жатқанын баршамыз білеміз. Ондай адам әр қайсымыздың туған туыстарымыздың арамызда жеткілікті. Міне біз егер барымыз, баршамыз отқан жерімізде дұрыс исламды жеткізе білсек, иншалла қоғам дұрысталады. Қандай да бір қоғам дұрысталса, ол қоғамда Алланың берекесі болады.
ол қоғамға Алланың рахымы жауынша жауады. Және де ондай қоғамға Алланың азабы келмейді. Ал бір қоғам бұзылады екен, ол жерге Алланың азабы жақын тұрады. Күнімізде де көріп жатырмыз, көптеген жерге Алла тағала өзінің азаптарын жіберіп жатыр. Міне құрметті бауырлар, сондай күн келместен бұрын Алла тағала біздерге аманат еткен хақ дінді, исламды барынша жеткізуімізге Алла тағала біздерге нәсіп етсін. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Айтылған уағыз насихатымызға амал етуімізді баршамызға нәсіп етсін. Алхамдулиллахи роббил аламин, бирахматика я архамар рахимин. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi.